Неге Норвегияның ең басты мерекесі тәуелсіздік күні емес, ал 1814 жылғы 17 мамырда қабылданған Конституция күні? Себебі норвегтер үшін ең маңыздысы жай ғана тәуелсіздік емес, бұл Конституция. 1814 жылы қабылданған Конституция Норвег халқының біз қандай ел боламыз деген басты сұрағына берген жауабы болды. Демократия, теңдік, адам құқығы бұлар үшін жай сөз емес, ұлттық болмыстың негізі. Норвегия тарихындағы ең қызықты факт, 1828 жылы Швеция королі Карл Юхан норвегтерге 17 мамырда атап өтуге тыйым салған. Сол кезде бұл мереке жасырын, астыртын түрде тойланған. Ал ресми түрде мереке тек 1836 жылы қайта оралды. Кейін 1870 жылы жазушы, болашақ Нобель сыйлығының лауреаты Бьорнстерна Бьорнсон Ослода алғашқы балалар шеруін ұйымдастырды. Дәл сол шешім бүгінгі 17 мамыр мерекесінің ерекше атмосферасын қалыптастырды. Сондықтан Норвегияда бұл күні әскери парад емес, балалар шеруі басты назарда өтеді. Біз Норвегияда тұрып жатқанымызға 2 жыл толып отыр, және биыл Саннес қаласының орталығындағы 17 мамыр шеруіне 2 рет мектебіміз атынан қатыстық. Былтыр бұл мерекеге алғаш қатысқан кезде алған әсеріміз ерекше еді, ал биыл сол сезім тағы да қайталанды. Жыл сайын мен бір нәрсеге таңғаламын. Норвегтер жаңбырға да, суыққа да қарамай Конституция күнін ерекше құрметпен атап өтеді. Көшенің бойында сағаттап тұрып, шеруге қатысып жатқан адамдарды, әсіресе балаларды шын көңілмен қошеметтейді. Сол сәтте мен бір нәрсені түсінгендей болам. Бұл мереке олар үшін жай ғана парад емес сияқты. Өйткені шеруге қаладағы түрлі мектептер қатысады, ал көшеде қол бұлғап тұрған үлкендер кезінде дәл сол мектепте оқыған адамдар болуы мүмкін. Мүмкін олар өздерінің балалық шақтарын еске алып, баяғы достарын, мектеп кезін, уайымсыз күндерін сағынатын шығар. Бір жағынан сол себеппен де олар бұл күнді ерекше жылылықпен қарсы алады деп ойлаймын. Қызыл көк шалбарлы мектеп түлектері де осы шеруді тамашалап тұрады. Алда оларда оқуға түсетін емтихандары. Шеруіміз аяқталып келе жатыр. 2-2,5 сағатқа созылады деген. Міне мектебімізбен артқа келе жатыр барлығы. Керемет, бүгін жаңбыр болған жоқ, бірақ бұлттанып тұр. Оған қарамастан қараңыздар қанша адам. Биыл мен үшін Норвегиядағы 17 мамыр мерекесінде тағы бір жаңа нәрсе ашылды. Облыс орталықтарында, үлкен қалаларда бұл шеру 4-5 сағатқа дейін созылады екен. Алдымен балалар шеруі өтеді, сосын кезек ересектерге келеді. Түрлі спорт клубтары, би топтары, қаладағы әртүрлі ұйымдар бірінен кейін бірі көшеге шығады. Биыл ғана мен осының бәрін толық түсініп отырмын. Бұл ақпаратты мен Асқар мен Ақмаралдан естідім. Кейін жерлесім Альбина Чандлердің тікелей эфирінен көріп білдім.
Міне әлеуметтік желінің күші деген осы. Бір сәтте сен тек өз қалаңдағы көріністі ғана емес, бүкіл ел көлеміндегі атмосфераны сезіне аласың. 17 мамыр жай ғана мереке емес, ол бүкіл Норвегия қоғамын біріктіретін үлкен қозғалыс сияқты. Лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.